Сәлем достар, бүгін әлемдегі бүкіл баланың жүрегін жаулап алған Лабубу туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге Бақытты отбасы каналы. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Лабубуды Қытай азаматы ойлап тапқан. Ең алдымен ол суреттерін салып, одан кейін 2020 жылы сатылымға шығарған болатын. Лабубу The Monster коллекциясына кіреді, яғни қазақша аудармасы монстрлар әлемі деген белгіні береді. Достар, Лабубуға ұқсас бірнеше ойыншықтар бар, және Лабубу екіге бөлінеді. Үлкен және кішкентай Лабубулар болып бөлінеді. Негізі Лабубу 2020 жылы шықты, бірақ араға 5 жыл салып, 2025 жылы ғана бүкіл әлемді жаулап хит болды. Неге деп ойлайсыздар? Лабубудың сонша танымал болғанының бір минусы, адамдар түнімен кезекке тұрып, бір-бірімен төбелесіп, бір-бірін итеріп, таласып, очередьқа тұрып алатын болыпты. Айттым ғой достар, Лабубудың бірнеше түрі бар деп. Ойбо, Лабубуды зерттеп біте алмайсың. Өте көп. Және осындай Лабубу көргесіңдер ма? Осындай Лабубулардан қорқасыңдар ма достар? Ішінде неше түрлі камера бар, жын бар дегенді естігесіңдер ме? Ал бір Лабубудың ішін ашып көрейік. Не бар екен, не шығады деп ойлайсыңдар? Мәссаған, шынында да камера бар ма? Бар екен ғой мұнда. Бұл не тағы, менің досымның ішін ақтардың деп мынау кеп тұр ма достар? Мен қорқайын дедім, шынында да жын бар секілді. Достар, сіздер қорықпаңыздар, бұл жай ғана видео болатын.